Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Әңгімені тыңдамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра отырыңыздар. Алматының Даңғарадай мейрамханасында кешкісін қымбат тағамдар тапсырыс беріліп, музыка ойнап тұратын. Сол жерде қарапайым да момын, даяршы қыз Раушан жұмыс істейтін. Ол тыныш өмір сүрді. Ешкімге кедергі келтірмеуге тырысатын. Қонақтарға үнемі күліп қызмет ететін. Тіпті жүрегі шаршаудан жыртылып тұрса да, мардымсыз, жалақысыз шағын пәтердің жалдауына да, науқас анасының дәрісіне де әрең жететін. Бірақ Раушан ешқашан шағымданбады. Ол сенетін, тағдырдың ең қараңғы дәлізінде де бір күні жарық жанады. Ол кеште мейрамхана лық толы болды. Бизнесмендер, саясаткерлер, жұлдыздар. Әкімші жан-жаққа жүгіріп, даяшылар табақтарымен ағылып жатты. Раушан әдетінше ептілікпен жүріп, бір үстелге шарап қойды. Үстелде қымбат костюм киген еңселі ер адам отырды. Сенімді қимылдары, өктем қарасы, бәрі оның билікке үйренген жан екенін аңғартатын. Бұл Қанат Серікұлы, миллионер, ондаған компанияның иесі, елдегі ең ықпалды адамдардың бірі еді. Раушан бокалды қойған сәтте әріптесі қызғаншақ Малика әдейі шынтағымен түртті. Қызыл шарап Қанаттың мінсіз костюміне төгілді. Зал сілтідей тынды. Әкімші атып тұрды. Сен жұмыстан қуылдың. Дереу мейрамхананы қалайша масқараладың. Раушан бірдеңе деуге тырысқанымен үні шықпады. Қолдары дірілдеп, көзіне жас толды. Ол алжапқышын шешіп, қолына қысып, есікке беттеді. Бірақ дәл сол сәтте Қанаттың өктем дауысы залды жарып өтті. Тоқтаңыз, барлығы жым болды. Миллионер жоғары қарады да оның мойнындағы күміс алқаны байқады. Бейнесі өзгеріп сала берді. Қатал кейпі жоғалып, өңі бозарып кетті. Бұл алқаны қайдан алдыңыз, деді ол дірілдеген үнмен. Раушан есік алдында кідірді. Түсінбей, лалагүл өрнегі қашалған кішкентай алқаны ұстап. Бұл анамнан қалған естелік. Ол маған кішкентай кезімде сыйлаған, деп сыбырлады. Залда өлі тыныштық орнады. Айгүл Бейсенова деген есімді естігенде Қанаттың жан дүниесі төңкеріліп түсті. Бұл ол бір кездері сүйген, дәл осындай алқа сыйлаған әйел еді. Саған неше жаста, деді ол әрең сөйлеп. 17 деп сыбырлады Раушан. Қанаттың көзі үлкейіп кетті. Сен сәуірде туғансың ғой. Раушан селк ете қалды. Я, деді ол ақырын. Қанат мұндай егжей-тегжейлерді қайдан білуі мүмкін екенін түсінбей қалды. Қанат бетін қолымен сипап, ішіндегі дауылды жасыруға тырысқандай болды. Басқалар үшін бұл оған оғаш көрінді. Салқынқанды, салмақты мінезімен танымал қуатты адам қарапайым даяшы қыздың алдында кенет абдырап қалды. Тыңдашы, деді ол бұрынғы өктем үнін жоғалтып, жұмсақ дауыспен. Мен сенімен сөйлесуім керек, бірақ мұндай емес. Раушан абдырап қалды. Санасында сан сұрақ қаптап тұрса да, қарсы шығуға шамасы жетпеді. Әкімші де аз ғана уақыт бұрын оны қумақшы болған. Енді араласуға қорқып тоқтап қалды. Бүкіл мейрамхана беймәлім бір күйге енгендей болды. Қанат телефонын алып, күзетке қызды қауіпсіз жерге жеткізуді бұйырды да оған бұрылып, өтінемін, маған сен, деді. Көзіндегі бір нәрсе Раушанға бас тартуға мүмкіндік бермеді. Ішінде қорқыныш пен
қызығушылық арпалысса да, жүрегі бұл адам сен білмейтін дүниені біледі деп сыбырлағандай болды. Бірнеше минуттан соң ол былғары орындығы бар қара көліктің ішінде отырды. Машина түнгі Алматы көшелерімен сулап бара жатты. Қаланың шамдары оның шаршаған көздерінен шағылысты. Қанат қарсысында үнсіз отырды. Тек анда-санда тесіле қарағаны жүрегін дүрсілдетті. Маған анаң туралы айтып берші, деді ол ақыры. Раушан күрсінді. Ол мейірімді жан, бүкіл өмірін медбике болып өткізді. Кейін ауырды, ақша жетпеді. Мен жұмысқа шығып көмектесуге тырыстым. Біз әрдайым екеуміз ғана тұрдық. Әкем даусы дір етті. Мен оны ешқашан көрмедім. Анам ол жайлы ешқашан айтқан емес. Бұл сөздер Қанатқа пышақтай қақты. Саусақтары жұдырыққа түйілді. Ол терезеге қарап, өткеннің естеліктерімен арпалысты. Көз алдына нәзік күлкісі бар жас әйелдің бейнесі келді. Дәл сондай алқамен енді оны қызы тағып жүр. Сенің анаң, деді ол. Бірақ жалғастыруға батылы жетпеді. Машина қала шетіндегі оның зәулім сарайларының біріне бұрылды. Қақпа ашылды. Күзетшілер құрметпен бас изеді. Раушан үшін бәрі түс секілді болды. Байғұс даяшы қыз аяқ астынан сән салтанат пен билікке толы әлемге тап болды. Ішке кіргенде биік төбелер, алтын жақтаулы суреттер, жұмсақ кілемдер қарсы алды. Раушан өзін бөтен сезінді. Бірақ Қанат оның абдырағанын байқап, мұнда сен қауіпсізсің, саған ешкім зиян тигізбейді, деді. Бірақ неге маған бұлай қарайсың деп сұрады ол батылданып. Қанат баяу жақындап оның алдына тоқтады. Люстра жарығында көздері жарқ етті. Өйткені сен бәлкім менің өмірімнің бір бөлігісің. Бір кезде армандап, бірақ жоғалтқан бөлігім. Бұл сөздер ауада ілініп қалғандай болды. Раушан жауап таба алмады. Мұндайды ол ешқашан естімеген. Мың сұрақ қоюға тілі бармай үнсіз тұра берді. Қанат орындыққа отырып, самайын қысып, тұнжыраған дауыспен сөзін жалғады. Бір кездері мен бір әйелді сүйдім. Оның аты Айгүл еді. Біз жас едік, ақшамыз жоқ болатын, бірақ армандарымыз бар еді. Мен оған сенікіндей дәл сондай алқа сыйлағанмын. Кейін тағдыр бізді айырды. Мен мансап құруға кеттім, ал ол қалды. Біз байланыссыз қалдық. Сосын мен оның өмірімнен бір жола кеткенін білдім. Ешқашан таба алмадым. Раушан тыңдап тұрды. Жүрегі шымырлап, сіз айтқаныңыз менің анам сол Айгүл ма? Қанат басын көтерді. Көзінде қайғы да, үміт те жанып тұрды. Егер бұл шындық болса, мүмкін, деді ол біраз кідіріп. Сен менің қызымсың. Раушан дір ете қалды. Жер аяғынан сырғып кеткендей болды. Бүкіл әлем жоғалды да, тек осы сөз ғана найзағайдай жарқ етті. Бұл мүмкін емес, деді ол сыбырлап. Бірақ даусы қалтырады. Қанат оған жақындап, иығына абайлап, қолын қойды. Мен толық сенімді емеспін, бірақ бәрі соны меңзейді. Анаң ешқашан мен туралы айтқан жоқ па? Есімімді де, басқа да ештеңе жоқ, деді Раушан ақырын. Әрқашан әңгімеден қашатын. Қанат терезе жанына барып, қараңғылыққа сіңіп кетті. Тынысы ауырлап, жан дүниесіндегі арпалысты білдіріп тұрды. Раушан алқасын кеудесіне қысып тұрды. Өткенмен байланысқан жалғыз нәрсе осы секілді еді.
қорқынышпен қатар жүрегінің түбінде таныс бір сезім оянды. Мен шындықты білуім керек, деді Қанат ақыры. Ертең анаңмен кездесемін, сонда бәрі анық болады. Раушанның денесі түршігіп кетті. Талай жыл бойы анасы жасырған құпияны енді біреу ашпақшы. Бұл құпия оның өмірін мәңгіге өзгертуі мүмкін еді. Түні бойы ол көз іле алмады. Зәулім сарайдағы ақ төсекте отырып, бәрі жат, бәрі жалған болып көрінді. Сағаттың әр соққысы, терезеден келген әр сыбдыр ертең тағдырдың өзгеретінін еске салып тұрды. Ол алқасын қысып, барлық сұрақтың жауабы сонда тұрғандай сенді. Құлағында Қанаттың сөзі қайта жаңғырды. Сен менің қызымсың. Таңертең бөлмені жұмсақ жарық пен жаңа қайнатылған кофенің иісі толтырды. Қызметші таңғы ас әкелді, бірақ Раушан бір түйірінде жұта алмады. Ойы тек жалғыз жатқан сырқат анасында еді. Қанат кенет кірді. Қатаң костюмде, көзінде салқындық пен шелініс бар. Есіктің жанында тұрып, біраз үнсіз қарады. Таңғы ас ішпепсің, деді ол. Жей алмаймын, деді Раушан. Бүгін бәрі шешіледі, деді Қанат. Мен келісіп қойдым, біз анаңа барамыз. Раушан селк етіп басын көтерді. Ол ештеңе білмейді. Жоқ, деді Қанат нық үнмен. Бірақ біз оған шындықты айтуға тиіспіз. Раушанның жүрегі атқақтай жөнелді. Ол қорқып тұрды. Егер анасы үндемей қойса ше, әлде керісінше бәрін ашып қойса ше, ол өзі туралы білгенін төңкеріп тастаса ше. Бір сағаттан кейін қара көлік Раушанның ескі ауданындағы таныс көшелермен сулап бара жатты. Ол үшін бұл айырмашылық таңғаларлық еді. Кеше ғана жыртық бәтеңкемен жаңбыр астында үйге қайтқан, ал бүгін қасында өзін әкесі болуы мүмкін деп айтқан миллионер отыр. Ескі қапталдары сырылған 5 қабатты үй оларды үнсіз қарсы алды. Қанат бірінші түсті. Қадамдары ауыр еді. Тағдырдың өзіне бетпе-бет келе жатқандай. Айгүл әдетінше терезе жанындағы орындықта отырған. Ол ерте қартайып кеткен, шаршаңқы көздер, әжімдер, әлсіз қолдар. Есіктен қызы кіріп, артынан бойы биік ер адам көрінгенде ол бозарып кетті. Көзінде таныстық ұшқыны жарқ етті. Бірақ сонымен бірге қорқыныш пен қайғы да болды. Айгүл, деді Қанат даусы дірілдеп. Бұл шынымен сен бе? Әйел бетіне қолын басты. Неге келдің? Неге осынша жылдан кейін? Раушан аң-таң еді. Анашым, сен оны танисың ба? Айгүл қолын ақырын сүрді. Бетінен жас сырғып бара жатты. Я, танимын, бұл Қанат. Мен бір кезде сүйген адамым. Бөлме ішін тас үнсіздік басты. Раушанның жүрегі атқақтады. Демек бұл шындық па? Айгүл басын изеді. Сені қорғағым келді, Раушан. Сен кішкентай едің. Оның билік пен ақшаға толы әлемі сені жұтып қояды деп қорықтым. Сондықтан үндемедім. Қанат жақындап, көзінде жас жылтырады. Неге айтпадың? Неге жасырдың? Менің қызым бар екенін. Сен алыста едің, басқа адам болып кеткенсің, деді Айгүл дірілдеген дауыспен. Сенің атың газет бетінде, айналаң айқай шу, бизнес, жаулар. Егер білсең, қызды тартып аларсың, ал мен жалғыз қалармын деп қорықтым. Раушан тыңдап, жүрегі шыдамай кетті. Анашым, сен өмір бойы менен шындықты жасырдың. Айгүл оның қолына ұмтылды. Сені қорғағым келді.
сен мен үшін шешім қабылдауға құқың болған жоқ, деді Қанат ауыр күрсініп. Ол менің қызым, ол ойыншық емес, деді Айгүл қатқыл үнмен. Оның өз өмірі бар. Тоқтаңдар, деді Раушан шыдай алмай. Мен өмір бойы жауап іздедім. Бірақ сендер екеуің де үнсіз қалдыңдар. Егер шынымен бір-біріңді сүйген болсаңдар, неге мен бос кеңістікте өстім? Жасы бетімен ағып жатты, бірақ ешкім сүртуге батпады. Қанат жай ғана кешір, мен білмедім, бірақ енді білген соң шегінбеймін, деді. Айгүл басын иіп төмен қарады. Егер қасында болғың келсе, оны сөзбен емес, іспен дәлелде. Раушан екеуіне де қарап тұрды да, өмірінің бұрынғыдай болмайтынын ұқты. Енді ол өткен мен болашақтың арасында, кедейлікте өскен өмірі мен алдында ашылған байлықтың арасында тұр еді. Бірақ оны ең қатты қорқытқаны енді өзі ешқашан жасамаған үлкен таңдау жасауға тиіс болды. Қанат көзіне тіке қарап, ертең тест жасаймыз, бірақ мен үшін бәрі қазірдің өзінде анық, деді. Раушан алқасын кеудесіне қысып, мұздай темірдің оттай күйдіргенін сезді. Ішінде тоқтатуға келмейтін дауыл көтерілді. Кеш түсті. Айгүлдің үйінде бұрын соңды болмаған тыныштық орнады. Күндіз айтылған сөздер көзге көрінбейтін тордай ауадай ілініп тұрды. Раушан терезе жанында отырып, күңгірт шамның жарығына қарады. Әр минут енді жаңа мағынамен, жаңа қорқынышпен және жаңа үмітпен толып тұрғандай сезілді. Ол өзін әрқашан қарапайым, даяшы, әкесінің қамқорлығын көрмеген жетім сезінетін. Бірақ қазір оның бүкіл өмірі қирап, қайтадан, жаңадан құрыла бастады. Келесі күні Денка тестінің нәтижесін мөрленген конвертпен әкелді. Бөлмеде өлі тыныштық орнады. Раушан тағдырын шешетін қағазға қол тигізуге қорықты. Конвертті Қанат ұстады. Оның саусақтары дірілдеп тұрды. Бұрын соңды ешкім оны мұншалықты әлсіз күйде көрмеген еді. Айгүл екеуіне де қарап, көз жасын ұстай алмады. Конверт ашылғанда ішіндегі сөздер кез келген дауыстан қатты естілді. 99,9% биологиялық туыстық расталды. Раушанның әлемі тоқтап қалғандай болды. Ол қуану керек пе, шошу керек пе, әлде бос кеңістік сезіну керек пе, білмеді. Қанат тізерлеп отырды. Кешір мені, деді қарлығып. Қасында бола алмадым. Сен жоқшылықта өстің, ал мен өз әлемімді құрып жүрдім. Бірақ егер рұқсат етсең, енді ешқашан сені тастамаймын. Жас оның бетінен сырғып бара жатты. Айгүлдің өзі де, Қанат та мұндай әлсіз әрі шынайы күйде бірінші рет көрінді. Раушан дірілдеген қолымен оның иығына тиді. Білмеймін, бірден кешір аламын ба, бірақ өмір бойы әкемді білгім келді. Егер ол сіз болсаңыз, бәлкім сізге мүмкіндік беруге дайынмын. Бұл сөздер Қанаттың жанына ауыр жүктен арылтты. Ол қызын құшақтап, алғаш рет билікте, байлықта, жетістікте алмастыра алмайтын жылылықты сезінді. Бірақ тағдыр тағы сынады. Миллионер жоғалтқан қызын тапты деген жаңалық лезде бүкіл елге тарап кетті. Камералар сарай алдында тұрды. Журналистер сұрақ жаудырды. Бірақ түнде Раушан жаңалыққа айналды. Оның қарапайым өмірі жоғалып кетті. Достары хабарласқанымен дауыстарынан қызғаныш пен қызығушылық сезілді. Мейрамханадағы әріптестері оны сыртынан талқылады. Бәрі қайтып келмеске кетті. Қанат
оның қиналысын көріп, бұл әлемге енуге міндеттемессің. Қаласаң, бәрін бұрынғыдай қалдыра аласың. Бірақ біл, мен әрқашан қасыңдамын, деді. Раушан анасына қарады. Айгүл бұрынғыдан да сабырлы көрінді. Қанат төлеген қымбат дәрілердің арқасында ауру шегініп бара жатты. Көзінде қайтадан мейірім нұры жанды. Қызым, деді ол жай ғана, әр қайсымызға өмірді қайта бастауға мүмкіндік беріледі. Сұрақ біреу-ақ еді. Оған батылдық жете ма? Раушан енді жай әшекей емес, өткен мен болашақты жалғаған көпірдей болған алқасын қысты. Терең тыныстап, бүкіл өмірінің шешімін қабылдағандай айтты. Мен бастан кешкенімді жоққа шығармаймын. Мен даяршы болдым, кедейлікте өмір сүрдім. Әр күн үшін күрестім. Бұл мені мықты етті. Енді тағдыр әке сыйлап, басқа өмірге мүмкіндік берсе, мен қашпаймын. Бірақ өз жолыммен жүремін. Қанат көптен бері алғаш рет жымиып, көзінен мақтаныш оты көрінді. Онда мен қасыңда қаламын. Сенің жолың жарық болсын. Олардың оқиғасы бір символға айналды. Билік пен байлықтың ең биік қабырғаларының ар жағында да адами сезімдер, қателіктер мен өкініштер бар. Газеттер мұны ғажайып деп жазды. Телебағдарламалар жоғалған қыз туралы ертегідей талқылады. Бірақ Раушан үшін бұл ертегі емес еді. Бұл оның өмірі болатын. Қайғыға, күреске, күтпеген бақыт пен жаңа сынақтарға толы өмір. Бір кеште ол тағы сол мейрамханаға кірді. Бірақ бұл жолы қолында патнос емес, қаншайымдай жарқыраған көйлегімен келді. Барлығының көзі оған қадалды. Бұрын оған айқайлаған директор бозарып, не айтарын білмей тұрды. Раушан жымиып, ақырын ғана айтты. Рахмет, сол күн болмағанда, бәлкім өзім туралы шындықты ешқашан білмес едім. Бұл сөздер айыптау емес, мойындау болды. Оның тағдырындағы әр қадам, тіпті ең ащысы да оны осы жерге әкелді. Отбасы мен күш тапқан жерге. Ол сыртқа шығып, жұлдыздарға қарады. Енді оның өмірінде бұрын болмаған тірек бар еді. Анасы жүрегі, әкесі кешіккен ғажайыбы. Ол өзі бәрін бастан көтеріп, күшейген қыз. Бір кезде қатал, әрі немқұрайлы көрінген әлем қазір жаңаша ашылды. Бұл дүниеде әлі де ғажайыптар бар еді. Ал ең үлкен ғажайып жоғалған байланыстарды қайта табуға, қираған көпірлерді қайта салуға болатынында. Тіпті кедей даяршы да бір күні миллионердің қызы бола алады. Ақша үшін емес, өмір бойы іздеген махаббаты үшін.